Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Ұстаз, жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Адамның бар болмысын, мінезін, тіпті өмірлік жолын қалыптастыратын бұл кәсіп мені қалай қызықтырды. Мектеп қабырғасынан басталған тіл үйренуге деген қызығушылықпен 2016 жылы Алматы қаласы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетіне оқуға түстім. Студенттік кезімде де оқумен қатар қоғамдық жұмыстарға белсене араластым. Соның бірі 2017 жылы Астана қаласында өткен Экспо 2017 көрмесі. Экспо көрмесінде мен әлемнің түкпір-түкпірінен келген медиа мамандармен жұмыс жасап, өзіме өмірлік үлкен тәжірибе жинадым. 2020 жылы оқуды аяқтаған соң, ары қарата білімімді жетілдіруде Орал қаласы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіне магистратураға тапсырдым. Осылай менің қызмет жолында алғашқы баспалдағым филология ғылымдарының докторы, түркітанушы ғалым Ғұбайдолла Айдаров атындағы нөмірі 1 мектеп лицейінен басталды. Мен жас маман, бұл салада жұмыс істегеніме көп болмаса да, аңғарған дүниелермен санама түйген ойлар көп. Байқаймын, бала оқыту осалдықты көтермейді. Менің алдыма келген әр шәкірт қоғамның бір бөлшегі. Ізгі қоғам қалыптастырғым келсе, әр шәкіртті жеке тұлға ретінде қалыптастырып, өмірлік жолында бағыт-бағдар берер темір қазақ ретінде көргені мен білгені көп кемел ұстаз болуым керек. Мектептен тыс уақытта өзімнің тағы бір қосымша жетекшілігім Туглайк дебат үйірмесі бар. Бұл үйірмеде оқушылардың ораторлық қабілетін дамытып қана қоймай, бәсекеге қабілетті, озық ойлы шәкірттерді тәрбиелеу. Ашылық ізденісімді одан әрі жетілдіруде түрлі семинар тренингтерге қатысып, мектептің қоғамдық жұмыстарына да белсене араласамын. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл дегендей, қазіргі таңда ағылшын тілінен бөлек француз, түрік, араб тілдерінде үйреніп жатырмын. Ұстаздық жолымдағы миссиямда жас ұрпақтың жарқын болашаққа барар жолын айқындап, жаһандық әлемде бәсекеге қабілетті шәкірт тәрбиелеу.